Кеше ашылу салтанаты болған лагерге бүгін Жамбыл областық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері келіп, қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Балалардың бас амандығын қамтамасыз ететін мекеме мамандары бірнеше талаптың орындалуын жеке тексерген. Кездесу барысында мамандар жиналған балаларға жазғы демалыс кезіндегі талаптарды толық түсіндірді. Төтеншеліктер әсіресе өрт қауіпсіздігі, суға шомылу кезіндегі сақтық шаралары және төтенше жағдайда туындағанда жасалатын әрекет туралы айтқан. Жалпы өрт қауіпсіздігі, жазғы маусымдағы шомылу кезіндегі қауіпсіздік, балалардың терезеден құлауының алдын алу және төтенше жағдай кезіндегі іс-әрекет алгоритм тақырыптарында түсіндіру жұмыстарын жүргізілді. Бұл жүргізіліп жатқан жұмыстардың негізгі мақсаты балалардың демалысын қауіпсіз өткізу және халық арасында төтенше жағдай кезіндегі қауіпсіздікті насихаттау. Лагерь әкімшілігі мұндай профилактикалық жұмыстардың тұрақты түрде жүргізіліп отыратынын және балалардың қауіпсіздігі басты бақылауда екенін атап өтті. Сонымен қатар біздің әр балаға күнделікті қауіпсіздік ережелері түсіндіріліп отырады. Әр жасақ комнаталарында, әр бөлмеде өздеріне тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау, өрт сөндіруші құралдары бар. Күнделікті онымен балаларға түсіндіру жұмыстары жүргізілді.